Баршаңызға сәлем. Бүгінгі стримнің, бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы когнитивті бұрмалаулар, когнитивті қателіктер немесе ойлау қателіктері туралы айтып келіп тұр. Мен қазір мына жақта өзімнің жасап қойған жұмыс дәптер жасап жатырмын. Соның ішінен ашып қарағым келіп отыр. Ойлау қателіктерін, өйткені ойлау қателіктері өте көп, бірақ негізгі шамамен 16 қателік бар. Сол қателіктерді сіздерге айтқым келіп тұр. Қазір жетіп алайын. Таптым. Так, құрметті оқырмандар, белсенділік танытып отырыңыздар, реакция қалдырып отырыңыздар, чтобы басқа адамдардың көруіне ықпал ететіндей өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер де болады. Қазіргі таңда әлі ешкім кірген жоқ, дегенмен жалпы КПТ-да бұзылыстар, психологиялық бұзылыстар не себепті пайда болады деген сұраққа КПТ, когнитивті мінез-құлықты терапия, көбінде адамда, әр адамның өзінің схемасы бар. Конструкт деп те айтады. Келли деген ғалым оны конструкт деп айтады. Янг деген схема терапияның негізін қалаушы оны схемалар деп айтады. Яғни әр адамның КПТ-да енді терең нанымдар деп те айтады. Яғни адам өмірге келген кезде, жалпы өмір тарихы бар ғой, енді өмір тарихында әр адам қалыптасу жолы әртүрлі. Әрине тәрбие, ата-ана, айнала, қоршаған орта барлығы әсер етеді, және адамның скелет деп айтамыз ба? Всем привет. Скелет деп айтамыз ба? Яғни құрылымы. Мысалы, адамның денесінде скелет бар. Сол скелетке еттер, бұлшық еттер жабысып тұрады, және егер ол скелет болмаса, ол бұлшық еттер бір төбе ет дейміз ғой, енді соғым сияқты жатады. Неліктен ол бұлшық ет сол сүйектерге жабысып тұрғандықтан адам енді сол скелетке жабысып тұра алады. Скелет болмаса құлайды. Сол сияқты адамның тұлғалық құрылымы, мінез деп айтамыз, темперамент деп айтамыз да, яғни әртүрлі копинг стратегиялары дейміз, ойлаулары дейміз, яғни ол адамның тұлғалық скелеті болып табылады. Так, Өзбекистан дейді. Өте қуаныштымын. И сондай құрылымы болады. Босқа адам қалай бар, сол жаратылысы деп алынбайды. Яғни ол да стержен, ішкі тірек дейміз, ішкі стержен. Яғни адамның да тұлғалық болмысының скелеті қалыптасады. Ол скелет неден тұрады? Жаңа жоғарыда айтқандай, адамның мінезінің қалыптасуы, ол тәрбиенің ықпалы, ата-ананың рөлдік моделі, ата-ананың бір-бірімен қарым-қатынасы, қоршаған айнала қоршаған ортамен қарым-қатынасы, әртүрлі институттар, садик болсын, мектеп болсын, жоғары білім оқу орны болсын, осындай ықпалдар адамның қалыптасуына ықпал етеді. Скелетін қалыптасуына ықпал етеді. Әр адамда әртүрлі.
кішкентай кезінен мысал ретінде айтатын болсақ, қандай мысал келтірсем екен, там айтқанды тыңдамасаң, там бабай келеді дейік, ұят болады, там ұлдар жыламайды, тағы қандай мысалдар да, там үлкендерге сәлем беру керек, там ұрысса да үндемеу керек, тағысын тағы деп, яғни біздің скелетімізді қалыптастырады. Сондықтан адам үнемі сондай сырттан сәлемдемелерді өзіне сіңіріп отырады. Там жыламау керек дейді, ер балдар, сен жігіт емессің ба, ер бала емессің ба, жыламауың керексің дейді. Және ода сондай там әлсіздер жылайды, қыздар жылайды, сен қыз емессің ғой дейді. Мысалы жаман сөзбен айтады енді, там қыдан келетін дегендей, қыз әйел адамға байланысты. И ол адам сондай мінезінің скелеті қалыптасады, болмысының скелеті. Және үлкейген кезде де маған жылауға болмайды, қанша жерден маған ауыр болсын, мен еркек сияқты болып төтеп беремін, жыламаймын. Жылаған ол намыс. Тек қана там әлсіздер жылайды, там қыздар жылайды дегендей өз-өзіне нанымды қалыптастырады. Өздігімен қалыптаспайды, яғни тәрбие барысында қалыптасып жатады. Және ол адам, мысалы, эмоциялардың жақсы жаманы болмайды ғой. Адам қандай да бір қиналған кезде барынша там жыламайды дейік. Бір мысал ретінде келтіріп жатырмын. Жыламайды, бәрін ішінде сақтайды, сыртқа білдірмейді, қиналғанын көрсетпейді. Өйткені іште оның тұлғалық скелетінде, схемасында бір схема қалыптасқан. Ер адам жыламайды деген. Сол схеманы ол іште ұстап жүреді. Бірақ адам там басқа адамға агрессия танытады, там біреумен ұрсады, қырылады, төбелеседі, немесе тәуелділіктерге бет бұрады да, ішкілік дейік, немесе есірткі дейік, немесе тәуекелді мінез құлыққа, көлікті қатты айдайды, өте сондай қауіпті жағдайларды тудырады дейік. Немесе там әйелмен қандай да бір жанжалдар болады дейік. Ол қате схема, қате жаңағыдай жазылып қалған схема, ол адамның мейлі сол өзінің сол схемасына берік екен, сенімді екен, сол өзінің схемасын толыққанды орындап жүр дейік, бірақ ол жанама түрде ол адамға өзінің кері әсерін тигізеді. Яғни бұл схема КПТ-да ойлау қателіктері, когнитивті бұрмалау, когнитивное искажение деп айтады. Сол сияқты сондай ойлар, сондай нанымдар, ол уже ағаш өседі ғой, ағаш өседі, ағаштың тамыры бар, ағаштың діні бар, ағаштың жапырақтары бар дейік. Осы схемалар, осындай қалыптасып сіңіп қалған схемаларды конструкт деп айтамыз, бұрмалану, когнитивті бұрмаланулар ағаштың тамыры сияқты сіңіп кетеді. Тамыр жердің астына кіріп, қаншалықты мықты сіңіп, сол бүкіл ағаштың өсіп өнуіне тамыр арқылы, тамырға су барады, немесе тамыр тереңіне кетіп, тереңнен суды алады, сөйтіп ағаштың жайнап өсуіне өзінің ықпалын тигізеді. Сол сияқты осы когнитивті бұрмалану ойлар, терең наным ойлар, өйткені бала өзінің ойы қалыптаспағандықтан жанындағы адамның айтқан, берген тәрбиесі, айтқан ақылы, ол сол бала үшін ол ешқандай өзгеріске келмейтін
заң деп қабылданады. Баланың психикасы солай қабылдайды. Сол заң деп қабылдайды. Сондықтан вот сондай нанымдар, енді әрине жақсы нанымдарда, жақсы ойларда баланың бойына сіңіріледі. Тамаша. Біз ол туралы айтпаймыз, өйткені ол біздің қазіргі күнде осындай дәрежеге жүріп тұруымызға, жетістіктерге жетуге, жақсы жағынан көрініс табуға өзінің ықпалын тигізіп жатыр. Оны айтпаймыз. Ол тамаша. Біз проблема тудыратын, именно психологический проблема тудыратын схемаларды, когнитивті бұрмалануларды айтып жатырмыз. Когнитивті деген ой деген сөз ғой, бұрмалану деген негізінде кейде емес, жалпы ер адам болсын, әйел адам болсын, жылауға құқығы бар деген осындай да қағида бар. Ер адам, әйел адам деп бөлмейді ғой, эмоционалды өте қиын жағдай болса, ер адамда жылауға құқығы бар, әйел адамда. Ал жаңағы біздің мысал ретінде келтіріп отырған образымыз бар ғой, ер адамның жыламау керек деген мысалы, ол бұрмалану болып табылады. Ол бұрмалануға қатып тұрып, өзіне зиян келтіріп жатады. Сондықтан вот сондай бұрмаланулар адамның денсаулығына, психикалық денсаулығына кері әсерін тигізеді. Сондай бұрмаланулар, сондай наным деп айтады. Наным деген ол өте сенімнен де үлкен деп айтайық та, сондай нанымдар қалыптасып қалады. Адамның өміріне кедергі келтіретін. Енді қараңыз, когнитивті бұрмаланулар жаңағы біздің тұлғалық скелетімізді біздің қалыптастырып жатады, е. Енді осы жерде қазір кішкене ойымды жинақтап алайын. Сұрақтар бар болса, қоя берсеңіздер болады, құрметті көрермендер. Мына жерде Өзбекстаннан бауырларымыз да жазып жатыр, Мұстафа деген. Шетелдікте бауырларымыз жазып жатыр, өте тамаша. Егер қазақ тілін түсініп, тыңдап отырсаңыз, енді пайдалы ақпарат аласыздар деп ойлаймын. Сонымен қоса реакциялар беріп отырсаңыздар, басқа адамдардың көруіне де ықпалын тигізіп отырсаңыздар. Енді қараңыз, жалпы бүкіл бұзылыстар осы когнитивті бұрмаланулардың әсерінен пайда болады деп КПТ-ның теориясында осылай айтылған. Енді қандай бұрмаланулар бар, қазір сіздер өздеріңізде бар екен, бірден анықтап аласыздар. Мен қазір сіздерге айтып өтетін боламын. Жалпы ағаштың тамыры сияқты бүкіл біздің күнделікті істеп жүрген әрекеттеріміз, күнделікті ойларымыз, адамдарға қарым қатынасымыз тамырда жатқан ағаштың тамыры сияқты, тереңде жатқан тамырлар сияқты біздің нанымдарымыз бізді басқарады. Бір сөзбен айтқан кезде, мысалы, ешкімге сенуге болмайды деген бір наным болады бір адамда. Ешкімге сенуге болмайды, барлығы алдап кетеді, барлығы алаяқ, барлығы дейтіндей. Ол қайдан келген? Ол неге ешкімге сенуге болмайды? Не үшін сенуге болмайды? Мысал ретінде, сол кезде, КПТ-да, терапияда іштей тереңіне зерттеген кезде, кішкентайынан, мысалы, ата-анасы немесе айналасындағылар ешкімге сенбе, есікті енді ашпа, әрине қауіпсіздік жаман болсын деп емес, ата-ана қауіпсіздік ретінде, ешкіммен сөйлеспе, ешкіммен жаман адамдар көп, барлығы жаман адам, жақсы адам жоқ, барлығы дастархан басында айтып отырады, барлығы алдайды, барлығы алаяқ, барлығы қалайда пайда көріп қалсам дейді, ешкімге сенудің қажеті жоқ, сенбеңдер, ешкім жақсылық алып келмейді деген осындай сәлемдеме деп айтайыншы, хабарламалар как программа ретінде жазылып қалады. Оның ішінде барлық адамға сенбеу мүмкін емес қой. Иә, сенбейтін де адамдар бар, иә, алаяқтар да бар, иә, алдап кететіндер де бар. Бірақ сонымен қоса сенуге болатын адамдар да бар. Алаяқ емес, адал адамдар да бар.
мысалы сіздің айналаңызда адамдар болса, барлығы 100 адам, айналаңызда 100 адам болса, 100 адам бәрі алаяқ болмайды ғой. Яғни вот сондай бұрмаланулар пайда болады да. Сондықтан там қандай кезде вот қауіпсіздік шараларын қолдану керек, қандай кезде сенуге болады. Ол жақсы адам, немесе ешкіммен дос болма, ешкімге сырыңды айта берме, там барлығы дұшпан, ертең сырыңның бәрін шашып береді десе, адам ешкіммен дос болуға болмайды екен дейді де, ешкімді айналасына жақындатпайды, ешкіммен дос болмайды, және ешкіммен дос болмағасын өзі қиналып жүреді соған. Ертең араласа алмай жүреді адамдармен. Өйткені бізде сондай схема қалыптасып қалған. Неге жақсы дос табуға да болады, адал дос табуға да болады, сырыңды шашпайтын, сырыңды сақтайтын да дос болады деген де хабарламалар айтылу керек. Түсінікті ғой да? Яғни бұл бізде күнде ойлар келеді. Мысалы, бір адамды айтамыз ғой, ой, вечно бір негатив айтады да жүреді сол адам. Вечно бір аспанды жерге түсіріп жүреді. Вечно бір бұрқылдап әйтеуір елдің бәрін жаман көреді деп, жаман деп қабылдайды деп. Неліктен? Өйткені ол адамда сондай программалар қалыптасып қалған. Ол программа күнде көрінеді ол адамнан. Күнде негатив ойлайды, там всегда ашуланып жүреді, всегда там ешкімге сенбей жүреді, ешкімге там сырын айтпай жүреді, өз-өзімен жаман болып жүреді. Өйткені оның когнитивті схемалары ағашты жапырағын нәрлендіріп тұрады дегенде, күнделікті осы қалпы, күнделікті мінезін іштегі нанымдар, ағаштың тамырындағы нанымдар определять етіп отырады ғой, айқындап отырады. Так, түсінікті болып жатыр ма, құрметті көрермендер? Түсінікті болып жатса, плюс қойып шықсаңыздар болады. Ендеше кеттік, қандай когнитивті бұрмаланулар бар екен. Ең бірінші түймедейді түйедей ету. Яғни деген катастрофизация деп айтады, енді оны гиперболизация деп айтады, катастрофизация деп айтады. Мысал ретінде, мен осы емтиханды тапсырмасам болды, бітті, өмір аяқталды, все бітті дейді. Бірақ шынымен де осы емтиханды тапсырмаса, шынымен де прям өмір бітіп қалады ма? Яғни түймедейді түйедей ету. Сабатбеков Безатхан, сәлем Қырғызстаннан. Сәлем. Халықаралық эфир болып жатыр деп ойлаймын. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан. Өте күшті, керемет, рахмет. И түймедейді түйедей ету. Немесе мынандай бір анекдоттар бар ғой орыстарда. Там күйеуі жұмыстан кешігіп жатыр, әйелі бүкіл моргтарға звондап жатыр деп. Моргтардан іздеп жатыр, осындай адам түспеді ма деп, мәйіт түспеді ма деген дейді. Яғни ол шынымен жұмыстан кешігіп жатқан шығар. Мүмкін машинасы бұзылып қалды ма, мүмкін автобус бұзылып қалды, немесе жолда бір досын көріп, екеуі бір шүйіркелесіп әңгіме соғып қалды, немесе тағысын тағы. Бірақ сондай бізде адамда осындай когнитивті қателік бар, ойлау қателігі, катастрофизация дейді. Бәрін катастрофаға айналдырады дейді. Бар ма араларыңызда сондай катастрофаға айналдырып жіберетін? Бұл да когнитивті бұрмалану. Яғни бірден шын мәнде бірден мәйітханадан іздеу керек ба? Мүмкін достарына звондау керек шығар. Мүмкін жолда ата-анасының үйіне, ата-анасынан хабар алуға соған кетіп қалды ма екен? Мүмкін жұмыста бір қосымша тапсырма беріп, соны істеуге қалды ма екен? Мүмкін жолда досын кездестіріп қалды ма екен? Яғни дәлел іздеу керек. Бұл катастрофизация. Түсінікті болып жатыр ма? Екінші осындай қателік бар біздің ойлауымызда, ақ және қара деген. Барлығы алаяқ, жаңа айтқандай да, бәрі алдайды, бәрі мошенник, бәрі жаман, адал дос жоқ, бәрі арам, например, да, то есть ақ немесе қара дихотемия.
там барлық там қалай айтсам екен, мұғалімдер жаман да, мұғалімнің бәрі жаман, мектептің бәрі жаман дегендей да. Ондай мүмкін емес. Ақ немесе қара, немесе бәрі жақсы, немесе бәрі жаман. Енді когнитивті бұрмалану кезінде көбінде бәрі жаман деген сөз ғой енді да. Тек ақ пен қара деген түс жоқ, одан да бөлек түстер бар, соны айтқым келеді. Бұл да қателік. Сөйтіп ойлаймыз кейде. Бәрі жаман, бәрі алаяқ, бәрі тағысын тағы дегендей. Келесі когнитивті қателік болашақты болжау. Ой, жоқ, мен білем дейді, ол жерге бармаймын мен ол отырысқа дейді, өйткені ол отырыста қызық болмайды, мен білемін дейді. Қайдан біледі ол? Қайдан ол болашақты болжай алады? Көріпкел емеспіз. Болашақты болжай алмаймыз. Бірақ сондай қателік бар, когнитивті. Ой дейді, жоқ дейді, білем мен дейді, ол жерде дейді. Немесе жаңағыдай бір әдемі бір қызбен танысу керек болатын. Ой, жоқ дейді, ол қыз маған дейді, отказ береді дейді. Танысқым келмейді деп айтады, сол үшін бармақ қояйын, жақындамақ қояйын дейді. Қайдан біледі ол? Болашақты болжау мүмкін емес. Ол да қателік. Сосын мен білем дейді, мынандай біреудің ойын оқу деген қателік бар да. Мысалы, ол мен туралы жаман ойлап тұр дейді, мені ұнатпайды дейді, мені жақтырмайды дейді, мені жек көреді. Например, мысал ретінде. Ол қалай біледі, біреудің ойын қалай оқиды? Біреудің ойын оқитын бізде ондай қасиет жоқ. Біреудің ойын оқи алмаймыз. Егер тек барып сұрап, сен мені ұнатасың ба, ұнатпайсың ба деп сұрап біле қоймасақ, басқалай никак. Ондай да қателік бар. Бар ма осындай қателік? Сосын деген жаңағыдай жалпылауда барлық блондинкалар ақмақ, ақыл ойы таяз дегендей да, мысалы да, ол да жалпылайды. Барлық блондинкалар ақмақ болмайды. Сосын үнемі тек жаман нәрсені ойлайды да, мысалы ой фильтрі деп айтады. Қазір мен жерден мысалы 100 ұпайдың ішінен 99 ұпай алса, со дейді, мен 99 ұпай алдым, 100-ге жеткен жоқпын дейді, 100-ге жете алмай қалдым дейді. Бірақ 99 ұпай алғанның өзі керемет екенін көре алмайды, тек сол бір ұпай жетпей қалғанды көреді. Ол да ондайда қателік бар. Осындай қателіктер, осындай ойлаулар көп проблемаларға алып келеді. Сосын жақсыны құнсыздандыру деген бар. Ойлау қателігі ол деген, мысалы, дайындалды дейік, адам дейік, дайындалды, бір презентациясымен шығып сөйлеу керек, қорғау керек, бір проекті, керемет болып шықса, ой, мен онда дайындалған, жақсылап айта алмадым до конца, просто проект, оңай проект болды, еш ондай қиын емес, сондықтан деп, бірақ дайындалғанын жоққа шығарады. Осындай да қателіктер бар. Сосын төмен стресске қарсылық дейді. Қазір айтам. Ана жерден етін жұлып алдым ғой деймін, жарам бар еді. Там бітпейді да, неге осындай менімен болады, неге менде ғана проблема болады, неге осындайды шешіп жүруім керек, неге осындай мәселелер менде көп болады, шыдағым келмейді деген, осындай. Иногда өмірде қиындықтар болады, проблемалар болады, кейде шыдау керек болады, кейде күту керек болады. Осындай да қателіктер бар. Күтпеймін, шыдамаймын деген да. И сосын мынандай қателік бар, индивидуализация деп айтады. Как будто тек сол адаммен ғана болып жатыр. Неге осы менің басыма ғана беріледі осындай? Неге тек мен ғана осындайға тап боламын? Елдің бәрі керемет күшті болып жүр. Неге маған келген кезде осындай болып қалады деген. Тек ол адаммен болмайды, ондай мәселелер
кез келген адаммен болады, бірақ адамда сондай ойлау қателіктері бар. Бұл тек ойлау қателіктерінің бұл тек бірнешеуі, жалпы ойлау қателіктері өте көп. Оны терапия барысында жұмыстанады осы ойлау қателіктерімен психология. Яғни сократтық тәсіл деген бар. Сократтық тәсіл арқылы әр ойлау қателігіне әр ойлау қателігін жоққа шығарылып отырады. Яғни сол ойлау қателіктері азайған кезде адамда психологиялық проблемалар жоққа кетеді, азаяды. Бүгін енді осындай когнитивті қателіктер туралы сіздерге айтқым келді. Егер сұрақ болса қойсаңыздар болады, реакция қойып кетсеңіздер де болады, құрметті оқырмандар. Түсінікті болса плюс деп қойып кетсеңіздер болады, сұрақ болса қойсаңыздар болады, сіздерге жауап беруге дайынмын. Мен өзім КПТ психологпын. Психологиялық проблемасы бар адамдармен жұмыс жасаймын. Сұрақтар болса қойсаңыздар болады. Реакция қойып отырсаңыздар басқа адамдардың көруіне ықпал тигіземіз. Әдетте мен жарты сағатты эфирде отырамын, әлде де 4 минуттай уақыт бар. Сұрақ болса қойсаңыздар жауап беруге дайынмын. Сондықтан бүгін енді біз когнитивті бұрмаланулар туралы, ойлау қателіктерінің адамның психикалық денсаулығына қалай әсер ететінін талқылаған болатынбыз. Қандай ойлау қателіктері бар, жаңа қарастырып өттік. Егер сол бойынша сұрақтар болса қойсаңыздар болады, жауап беруге тырысамын. Негізі уақыт болған сияқты, мен аяқтай берейін, босқа уақыт алмай.